Бұл ер адам су тамшылап қана ағатындай кранды бұрайды. Су тамшылап қана ағады. Соның салдарынан су есептегіші іске қосылмайды. Ол су үшін мүлде ақы төлемейді. Тісін тазалап тұрған кезде тіс пастасының таусылуға жақын қалғанын байқайды. Сондықтан қалған пастаны сығып алу үшін қамыр жаятын оқтауды қолданады да соңғы тамшысына дейін шығарып алады. Қайтыс болған ата-анасын еске алу үшін хош иісті таяқшаларды жаққанда, оларды ұзақ пайдалану мақсатында бір таяқшаны 3 бөлікке сындырады. Үнемдеу үшін ол әрдайым тек велосипедпен жүреді. Күн сайын таңғы асқа кафеге кіргенде бар болғаны бір жұмыртқа мен 2 қуырылған нан таяқшасына ғана тапсырыс береді. Кешкі асқа ақша шығармау үшін ол тек жұмыртқаны жеп, нан таяқшаларын өзімен бірге алып кетеді. Кенеттен оның телефонына супермаркеттегі жеңілдіктер туралы хабарлама келеді. Ол бірден сол жаққа асығып, арба алып, тек арзан болғаны үшін жарамдылық мерзімі аяқталуға жақын өнімдерді сатып алады. Кассада қызметкер сатып алулардың жалпы сомасы $60 екенін хабарлайды. Сол сәтте ер адам купондардың үлкен топтамасын шығарып, олар тексерілгеннен кейін кассир соңғы соманы $1 да төмен етіп азайтады. Үйіне қайтып келген соң, ол ай сайынғы шығындарын есептеп, бар болғаны $100 ғана жұмсайтынын түсінеді. Жалақысы жаңа ғана түскен. Әрі осындай өмір салтының арқасында 10 жыл ішінде $800 мың жинап үлгерген.